Достар, быт болып жатыр енді. Руслан Берденовтың соты бірінші күннен бәрінен озды. Не деген сұмдық информация, кәдімгідей жаға ұстатарлық ақпараттар. Ернар Жиенбайдың сөзіне сүйенсек, Руслан Берденов оған ең бірінші өте сондай ауыр, намысына тиетін сөздер айтқан екен. Осы себептен басталған бәр нәрсе. Сенің шашың неге түсіп қалған? Жаңағыдай сенің әйелің жезөкше болады, сенің жаңағыдай балаң жетім қалады, сенің әйеліңе менің ана жерім тұрмайды деген сияқты сөздер. Міне осындай нәрселерді айтқан. Бұл деген өте қатты намысына тигенін айтып отыр. Екіншіден, жаңағы әйелі мен сол Берденовтың арасында осындай бір қарым-қатынас бар екенін ол байқағанын айтады. Яғни Берденов оған лайк басқан, сен әдемісің деген сөздер жазған, оны телефоннан оқып қойғанын айтты, тағы басқа. Үшіншіден, сол күні жаңағыдай Ернар Жиенбай жұмысқа баратын кезде әйелі оның бір көйлегін үтіктемей қойған, бір жері кір болған ба, үшін соған жаңағыдай арасында кішкене бір сөзге келсе, оның әйелі жаңағыдай Жиенбайға айтқан екен, сен жаңағы Берденовтың қалай киінетінін білесің ба, ол 5 миллиондық костюм шалбар киеді деген сияқты сөздер. Міне осының бәрі добивку кәдімгідей ананың бүкіл жүйке жүйесін тоздырғанын айтып отыр. Сонымен қатар тағы бір сұмдық нәрсе, Жиенбайдың сөзіне сүйенсек егер, ол былай дейді: Берденовтың адамдары келіп маған мынандай нәрсені айтты дейді. Мені киллер ретінде Ғабит Сыздықбеков қала әкімі жалдады. Соның заказын мен орындамақшы болдым деген сияқты. Осы версияны айтып шықсаң, біз сені толығымен кешіреміз, қай жерге барсаң да сені шығарып аламыз деген сияқты. Осылай предложение жасады деп кәдімгідей. Не деген сұмдық ақпараттар, громкое заявление дейді ғой, бұл жерде ойнамай қалады оның сөздер. Енді мемлекеттік қызметкер Руслан Берденовтың осындай ақпараттық, не дейді жаңағыдай бір черный пиар дейді ғой, настолько черный пиар, осының арасында енді Берденовтың қалайда енді бір сондай ақталып шығуы менің ойымша өте қиын болады, достар. Енді бастағы версия сол жұмыстан шығармақшы болған, адал, ашық жұмыс істе деген, соны көтере алмай бұл барып сол кек алмақшы болған деген версия. Ол официальный версия. Енді кімге сенетін, ол сот алдағы уақытта толық шешетін болады, бірақ енді бірінші күннен енді действительно ана жерде быт-шыт болып жатыр енді. Шымкентте Берденовтың соты басталды. Қазір оқ атқан сотталушы Ернар Жиенбай есімді азамат жауап беріп жатыр. Руслан Берденов оған талап қойған, яғни қандай жағдайда кешіретінін. Егер сотта Ернар, яғни Берденовты атқан адам, былай деп айтса, оны Берденов кешірем деген. Яғни сотта Ернар Жиенбай мырза, жаңағы Берденовты атқан, былай деп айту керек: егер мен сотта әкім Ғабит Сыздықбеков, қазіргі Шымкенттің әкімі, мені киллер ретінде жалдады деп айтсам, Берденов мені кешіретінін айтты дейді Жиенбай. Яғни Берденов айтқан: осылай деп айт, сонда мен сені кешірем деп. Яғни сен Шымкент қаласының әкімінің киллері болып кел маған, сосын сен мені атқан боласың, сені Ғабит Сыздықбеков жалдаған болады, сосын соңында мен сені кешірем деп айтқан. Осындай варианттарды ұсынған. Және одан бөлек әйелің әдемі деп жазған әйеліне Ернардың, және әйелің жезөкше, жәләп болады, боқмұрын, менімен төбелескің келіп тұрма, шашың неге түсіп қалған деген сияқты ауыр сөздер айтқан. Қазір Берденовтың ісі Шымкенттің қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралып жатыр. Берденовтың ісі болғанда осы Берденовке қатысты. Еске салсақ, Руслан Берденов Шымкент әкімінің орынбасары болды осы қастандыққа ұшырағанға дейін. Осылай қысқасы сот процесі осылай жалғасып жатыр. Және Ернар Жиенбаевтың айтуынша Руслан Берденов әйеліне лайк басқан, және сен әдемісің деп жазған, және жоғарыда айтқандай әйелің жезөкше болады, жәләп болады, балаң жетім болады деген ауыр сөздер айтқан. Осыған намыстандым дейді. Солай сот процесі жалғасып жатыр. Жасамаған қылмысты мойындамаңыз. Тергеуші не оперсіз шақырып алып, ровд-да қол қоясаңыз, мына жерге ничего страшного, еш нәрсе болмайды. Или болмаса мойында, саған жеңіл болады, сені шығарамыз. Или қамап тастаймыз, сен егер мойындамасаң, допрос бермесең деген сияқты сондай әңгімелерді айтуы мүмкін. Оған сіз сенбеңіздер, алдымен адвокат жалдаңыздар, не юридический консультация алыңыздар, қалай болады мына жерде деген сұрақты қойыңыз. Сізді ровд-ға шақырды ма, все уже. 50% сіздің аяғыңыз түрмеде, 50% воляда. Сіз білмейсіз не себеп шақырып отқан. Ол деген сізге кәдімгі угроза. Свидетель, имеющий право на защиту и подозреваемый деген сияқты 3 статус болады. Свидетельден кез келген уақытта подозреваемый болып кетуіңіз мүмкін. Сізді даже допрос беру барысында. Егер сіз өтірік айтып допросты, одан кейін екінші допроста басқашалай айтатын болсаңыз, болды уже. Соның өзіне сіз қылмыстық жауапқа тартыласыз. 419 бап бар. Ложный донос, шын айғақтар бермеген үшін, алдағаным үшін басқа деген секілді болды. Свидетель тек шындығын айту керек.
қалай болғанын мән жайды. А егер сіз екінші рет показания бердіңіз, өзгерттіңіз, басқа деген сияқты болса, ол жағдайда сіз қылмыстық жауапқа тартыласыз өзіңіз. А свидетель, имеющий право на защиту или подозреваемый, ол допросын өзгерте береді, бірақ сіз сотқа баратын болса материалыңыз, бірінші допрос қалай бересіз, сол бірінші допросыңызбен қаралады қылмыстық іс. Сот айтады, внутреннее убеждение судьи, то, что бірінші допроста берген айғақтарына сеніңкіре отырмыз, сотқа келіп қылмыстық жауапкершіліктен босап кету үшін сондай екінші рет допросты өзгертті. Так что ештеңе заявление түсті ма, допрос берудің өзі бірандай өте қиын нәрсе ғой. Кейбір адамдар көбісі уверен болады өзіне, мен оққам, шоққам, мен білем, мен кінәсізбін деп өзі ішінен біліп тұр кінәсіз екенші. Ничего страшного, барамда дәл солай тақ деп айта салам дейді. Барасың ана жерде неше түрлі оперлер бар, қасқырлар бар, көріп тұрғанда ондай адамдарды ше. Сен байқал өтеді, тергеуші саған сұрақ қояды. Бір 5-6 четкий сұрақтар қойған кезде қалай қай сөзден салынып қалғаныңды өзің білмей қаласың да. Бізде бір материал болған, 12 жыл мен 15 жыл бас бостандығынан айырылатын кезден 5 жыл условный алып шыққан жігіт болған, бір ғана консультациямен. Қалай сонда? Бір қыз өз сөйлесіп жүр, бірақ қыз 16-ға толмаған. Ана жігіт 18 жаста, енді 3 жас арасы. Жыныстық қатынасқа түседі, неоднократно 4-5 рет бір апта уақыт сөйтіп түсіп жүреді. И тұрады айтады, қыздың шешесі біліп қойды, барып та арыз жазды РОУД-ға. Бала РОУД-да отыр, қазір допрос беруге. Адвокаты да жоқ. Демен тұрғанда қыз претензиясы бармайды, қыздың претензиясы жоқ. Наоборот, үйленейік деп жатыр дейді. Заңда жазылған то, что 16-ға дейін хоть қыздың согласиесі бар, жоқ, разницасы жоқ, қылмыстық жауапқа тартылады, болды. Разницасы жоқ, қыз өз еркімен, өз еркісіз, әке-шешесі еркін берді, разницасы жоқ. Қылмыстық жауапқа алады, сотталады, болды, заңда солай жазылған да. Мен тұрғанда айтамын да, ондай болатын болса, қыз өзі жігітті ұнатып тұрған болса, сүйетін болса, былай показания берсін, жыныстық қатынасқа бір-ақ рет ғана түстік деп. Ол жерде 122 баптың часть первыйында до 5 лет санкциясы. А неоднократно деген ол часть второй, да, неоднократно. 2 рет, 3 рет жыныстық қатынас болды деген сөз, ол 12 жылдан 15 жылға дейін жауапкершілік болып кетеді да. И дәл солай показания берді, 5 жыл сотта условный алды. И 1-2 жылдан кейін өздері үйленіп, жаңағы дальше өмірлерін сүріп кетті. Ассалаумағалейкум, ағайындар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ағайындар, мына қызметте жүрдім ғой, қызметте жүрген кезде талайды көрдім да. Ой, жаңа до конца біз доспыз, біз бірдемейміз деп атады ғой. Бәрін қоя қойыңдар, ағайындар. Әке шешеңнен басқа бір адам сенің артыңнан келмейді. Талай адам қамалады ғой, қамалғанша ана кішкене жүреді, қасында шашпауын көтеріп, бір-екі рет жаңағыдай келеді, содан кейін жоқ қой. Таба алмайды. Ең соңында саған айтады, анау жаңағы қамалып қалады ғой, саған айтады, сотталып. Маңғыстау ана пәленшеден, досым пәленшеге связға шығып берші. Жаңағыдай хабарласайық бір маған бір аз-маз анау-мынау жіберсін дейді да, типа. Сен анаған хабарласасың ғой, анау айтады, мәке енді оған мен мұндай жаса деп айтқан жоқпын ғой дейді да. Соттал жасады, мойнымен көтерсін, менің әркімнің өзінің шаруасы бар ғой дейді да. Сол үшін ағайындар, мен до конца сен үшін тұрам деген достарыңа, досым бар, тағы бір демең бар, өше сенбей-ақ қойыңдар. Тек қана әке шешесі соның ішінде шешесі жүреді заржылап. Артынан тамағын әкеліп, кіргізіп бере қойшы балам, бір қателік жасаған екен деп, талай өзіміз кіргізіп береміз, артынан жүгіріп бастықтарға қол қойғызып. Ал ана жаңағы мен соның досымын, кереметпін, менің досым ол, родной, менімен бірге өлет, бірге тірілет деп жүрген адамдардың бәрі лақтырып кетеді. Тіпті танымайды, телефонға алмайды сен, ана пәленшесі. Енді барасың, СИЗОға барасың, тергеу әрекеттерін жүргізсің, сол кезде сәлем айтып жібереді ғой, сәлем айтып жіберші, маған бір азғантай тиын жағынан көмектесіп жіберсін, киім көмектесіп жіберсін, үйге салмақ болмасын деп та. Қой дейді ғой сразу, болды, қой дейді. Болды, маған хабарласпасын, уже телефон алмайды, ана СИЗОда отырып соғады ғой, уже телефон алмайды. Сол үшін ағайындар, әке шешеңнен артық дос ағайын жоқ. Әке шешеден басқа артық дос ағайын жоқ. Түсініңдер ғой. Сол үшін қазіргі достарға анаған сенбеңдер. Ақпарат пайдалы болса ағайындар, лайк басып комментарияларыңа жазыңыздар. Парақшаны жоғалтып алмаңыздар. Жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Парақшаға міндетті түрде тіркелу керек. Парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Аман болыңдар. Қайырлы түн. Аман есен. Ертең осы эфирде парақшада кездескенше аман болыңдар.